Сәлеметсіздер ме? Қазақстан тарихынан ұбт-ға дайындық курсын жалғастырамыз. Бүгін бізде екінші сабақ тас дәуірі палеолит деп аталады. Бүгінгі сабақта біздің қарастыратын мәселелеріміз алғашқы адамдардың кәсібі, алғашқы адамдардың еңбек құралдары. Алғашқы еңбек құралдары. Ежелгі адамдардың ең алғашқы еңбек құралдары қазғыш таяқ, үшкір тас, шоқпар, шапқы деп аталған. Алғашқы еңбек құралдары негізінен тастан жасалды. Әлем бойынша ең көне тас құралдар Шығыс Африкадағы Олдувей шатқалынан табылды. Олар чоппер және чоппинг деп аталды. Чоппер аң еті мен ағаш кесу үшін пайдаланған. Адамдар қарапайым еңбек құралдарын пайдалануды үйренген соң, табиғатқа тәуелділігі азая бастады. Алғашқыда адамдар баспана жасауды, тамақ пісіруді білмеді. Жаңбыр мен жабайы аңдардан қорғанып, үңгірлерді паналады. Сонымен адамдардың ең алғашқы баспанасы үңгірлер болды. Адамдар ағаштардағы, жер бетіндегі әртүрлі жеміс-жидектерді, құстардың жұмыртқаларын теріп жеді. Мұндай кәсіп терімшілік деп аталды. Алғашқы адамдардың келесі кәсібі аң аулау болды. Ең алғашқы аулаған аңдары мамонттар мен бизондар. Адамдар ірі аңдарды жан-жағынан қаумалап, үркітіп, жарға құлатып, азық еткен. Жалпы ет тағамдары қалыптасып келе жатқан адам дене мүшелерінің, әсіресе миының жетілуіне біршама ықпал етті. Жыртқыш аңдардан қорғану, тамақ табу қажеттілігі еңбек құралдарын жетілдіре түсуге әсер етті. Алғашқы адамдар еңбек құралдарын жасау үшін қолға ұстауға ыңғайлы тастарды таңдап алды. Тасты бір жағынан соққылау арқылы сындырып, қыр шығарған тас құрал монофас деп аталды. Ал тасты екі жағынан да өңделген қарапайым шапқыш тас құрал бифас деп аталды. Бұл құралдармен таяқты ұштады, өлтірген аңдардың денесін боршалады, терісін сыпырды. Ашель заманында қолшапқы мен жарғыш пайда болды. Қолшапқы көлемі 35 сантиметрге дейін жететін, екі жағынан ұсақтап жарып жасалған құрал. Қол шапқымен жерден жеуге жарамды тамырларды қазып алды. Аңның етін бөлшектеді, ағашты жонды. Адамдар пайдаланған еңбек құралдарының түрлері көбейе түсті. Үшкір сүйектен инемен біз жасады. Жамбыл облысынан табылған палеолит дәуірінің 5000-нан аса еңбек құралдарының бәрі қашау мен үшкір заттар. Алғашқы адамдардың маймылдар мен жануарлардан басты айырмашылығы неде? Алғашқы адамдардың маймылдар мен жануарлардан басты айырмашылығы еңбек құралдарын жасай білуінде. Еңбек құралдарын жасауды үйрену адамның қолының жетілуіне, сондай-ақ миының дамуына да әсер етті. Тас құралдардың 100-ге жуық жаңа түрі пайда болды. Солардың ішінде ең көп кездесетіні үшкір тастар мен қырғыштар. Адамдардың тас өңдеудегі әдістері де жетіле түсті. Үшкір тастардың ұштарын ретуш әдісімен өткірлеген. Ретуш әдісі дегеніміз бір қабат өңделген тас құралдың жүзін ұсақ ойықтар жасау арқылы өткірлеу. Мусте кезеңінде адамдар Қазақстанның орталық және шығыс аймақтарын игере бастаған. Өткен сабақты есімізге түсіретін болсақ, Мусте палеолиттің соңғы кезеңі. Біздің заманымыздан бұрынғы 140-40 мыңжылдықтарды қамтитын еді. Мусте кезеңінде орталық және шығыс аймақтардан Обалы-сай, Мұзбел, Қанай қоныстары табылды. Мусте кезеңіне жататын. Шығыс Қазақстан жеріндегі Қанай қонысынан табылған тас құралдардың пайдаланылған уақыты 140-132 мың жыл бұрын екені анықталды. Мусте кезеңінің тұрақтарының ішінде ең күрделісі оңтүстік Қазақстаннан табылған Шоқан Уәлиханов атындағы тұрақ. Күрделі дейтін себебі, ежелгі адамдар бұл тұрақты бірнеше рет қоныстанған. Бұдан 100 мың жыл бұрын күн күрт суытып, жердің көп аймақтарын қалың мұз басып қалды. Сондықтан бұл кезеңді мұз басу дәуірі деп те атайды. Қазақстан жерін мұз басқан жоқ, тек таулардың төбесінде ғана мұздықтар болды. Дегенмен де күн суытып, жылы сүйгіш жануарлар қырылып қалды. Тірі қалғандары
оңтүстікке жылы жаққа қарай қоныс аударды. Бұдан 13 мың жыл бұрын күн жылынып, мұздықтар ери бастады. Мұздан босаған жерлерде түрлі өсімдіктер шықты. Сөйтіп, жер қазіргі қалпына келді. Күннің суытуына байланысты адамдар ірі жануарлардың сүйектерінен баспана жасай бастады. Аңдардың терісінен киім тіге бастады. Инені үшкір сүйектерден жасады, ал жіп орнына жануарлар сіңірін пайдаланды. Күннің суытуына байланысты оттың да маңызы арта түсті. Бұрын адамдар найзағайдың түсуінен жанған ағаштың отын өшірмей ұзақ сақтауға тырысты. Мусте кезеңінде от жағуды үйренгеннен кейін кездейсоқ табылған отқа тәуелді болудан құтылды. Оттың пайдасы шексіз болды. Алғашқы адамдар отпен тамақ пісірді, жылынды, жабайы аңдардан қорғанды. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.